Оңай жолмен мақта салған үйренгіңіз келе ме? Мақтасын міне көктеп салып қойдық. Осыны сіздерге қазір көрсететін боламын. Мен каналымнан алыстамаңыздар, подписка жасап қойыңыздар. Осындай көрпеге мақта салғанды қазір көрсетем сіздерге. Мынау бізде 80-де 2,20, жан-жағынан 5 сантиметрден қосасыз, сонда 90-да 2,30, даже 2,35, 2,40 қып ұзындығына көбірек қоссаңыздар болады. Салған кезде мына маталардың бәрі кішкене созылады. И көрінбей қалады, ішінде көрпелеріңіз побольше салған дұрыс. Қазір астына ішіне салатын чехолды тігеміз бірінші. Так, міне біз матасын тігіп қойдық. Енді қазір осыған 3 килодан бастап салынады. 3,5 ары кетсе. 3 кило ғой стандарт. Саластар көрпе. Шеттерін тігіп алдық. Любой матадан тіксеңіздер болады, өз. Так, нәжде сіздерге мақта салғанды көрсетіп жатырмын. Мақта өзі бөлік осылайдан бөлініп тұрады, әдемі болып. Соны құлатып алмай, бөліп алмай, әдемілеп салып аласыздар. Мына аяқ жағына ұзындығы жетпей қалды. Соны салып жатырмын. Оны бүйтіп ортасынан бөліп жатқаным бір-біріне жақсы сіңісіп кетсін деп, бөлек ортасы дәу дыркалар болып қалады, олар бір-біріне сіңбей қалады. Сол үшін бөліп жасап жатырмын аяқ жағында. Қазір үстінен ұрып бір-біріне біріктіреміз. Екі жағынан қаттырақ орайсыздар. Босап кетпеу керек. Бір матаның бір ұшын аузын ашып қоясыздар. Осылайынан сыртқа бір қабығын айландырасыздар. Екі жағына тартып аласыз. Мен ортасына қалтырам аузын. Көбінесе кейбіреулер аяқ жағынан қалтырады, маған ыңғайсыз. Мына шет жақтарын былай мақтасын қолмен жатқызып алам әдемілеп. Аяқ жағынан қойсам, жоғары жағына мақтаға жете алмай қалам. Сол үшін ортасынан қалтырам мен аузын. Өстіп әдемілеп қолмен бәрін реттеп, дұрыстап жатқызып аласыздар. Кейін оны қазір сабайсыздар, көрсетем. Осындай бір ағаш алып аласыздар, әдемі өзі. Мына менде сызғыш. Оны не үшін? Кейбір жерінде қалың болады, кейбір жер жұқа болады. Сол жерлерін қарап отырасыздар да, қай жағы жұқа, қай жағы қалың. Сол қалың жақтан алып, жұқа жағына қарай ұрасыздар. Мен аяқ жағын мысалы бірін үстіне бірін қойып неттім, сол жер бір-біріне жабысып кету үшін сол жерді көбірек ұрып жібереміз. Енді аузын тігу ғана қалды. Аузын тігіп аламыз. Содан кейін үстіне жаңағыдай көрінбейтін бормен ба, или ручкамен сызсаңыз да болады, қандай ақ жіппен тіксеңіз де, қара жіппен тіксеңіз де, ішіне салатын бидайы болғандықтан кейін өстіп белгілеп аласыздар. Мен 12-ден 2 жақ шеттерін алдым да, одан кейін ортасын бөліп алдым. Сызып аласыздар, менікі жасыл бор көрінеді, кішкене қатты көрінбесе де. Неке осындай 10-шы жіп мынау, 10-шы жіпті алып, өстіп обычный көктеп шығасыздар. Үстіге астыға кіргізіп. 10-шы жіпті бірақ қаптап сонымен тіге бересіздер. Міне, мен 5 қатар жүргіздім. Шет жақтарына, міне дайын. Енді мынаны жылы жерге, батарейканың жанына қойсаңыздар, мақтаңыз кеуіп әдемі болады. Мына аузын скрытый шовпен тіге саламыз. Клиенттің заты осылай заказ берді. Болмаса біз замок тігеміз. Замокты алып жаба саласын. Мынау мен алдында көрсетіп жүрген құрақтарым, міне нәжде блоктан болып тұр. Көріп тұрсыздар. Құрақтарды сіздер уже мен алдыңғы видеоларымнан көріпсіздер. Мынандай да бір құрақ түрі бар. Осы 2 құраққа және мына шай көрпеге біз мақта салдық. Мақтасын осылай мен тюльға орадым. Тюльға салдым. Ішіне саламыз да, тоже осыны тігіп аламыз. Осылай ішіне мақтасын салған екен, уже адам сияқты болып қалады. Мақтаны салғаннан кейін жылы жерге батарейканың жанына қойғандарыңыз дұрыс, мақтасы кеуіп.